Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге мен Сәуле Әлиева. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді әрі ерекше көрінетін кешкі астың рецептісімен бөліскелі отырмын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыз. Құрамына қажетті заттарды астына описанияға қалдырамын. Алдымен баялдымызды жақсылап жуып аламыз және ортасын екіге бөлеміз. Негізінде басындағын алмаған дұрыс, мен алдын ала тазалап қойғандықтан осылай жасауыма тура келді. Екіге бөлінген баялдының ішін осы видеодағыдай етіп кесіп шығатын боламыз. Сыртындағы қабығын кесіп алмаңыз, өте ұқыпты жасағаныңыз жөн. Және баялдының үлкен және жуанын алуға кеңес беремін. Противеньге пергамент қағазын төсеп, баялдыларды орналастырамыз. Бетіне тұз шашамыз және сұйық май жағып шығамыз. Духовкада 180 градуста 30 минут пісіреміз. Ал оған дейін фаршымызды дайындайтын боламыз. Қызып тұрған табаға майымызды құйып, фаршымызды жақсылап қуырып аламыз. Фаршымыз қуырылды, менікі секілді қатты құрғатып жібермеңіздер. Енді осы фарштың бетіне майдалап туралған қызанақты қосамыз. Қызанақтың суы шығып, жақсы күйге енетін болады. Тұзын, бұрышын және томатын қосамыз. Барлығын араластырып, бетін жауып 20 минутқа бұқтырамыз. Біздің фаршымыз бұқтырылып жатқанда баялдыларымыз дайын болды. Осының ішін осылай шанышқының немесе қасықтың көмегімен езіп шығатын боламыз. Өте ұқыпты жасаңыздар, бүлдіріп алып шетіне шығарып алып жүрмеңіздер. Ал енді осы баялдылардың ішін фаршпен толтыратын боламыз. Біздің фаршымыз пісіп, фарштың бетін